Мен Жапсарбаев атындағы орта мектептің математика пән мұғалімі Тоқтаржан Мира. Үздік инновациялық сабақ бағытында өз тәжірибемді көрсетемін. Қазіргі таңда алдымызда отырған Z ұрпақтары санды технологияларды жіті меңгерген. Оларды өз тілдерімен, санды технологиялармен оқыту барынша тиімді. Менің сабағымда жиі қолданылатын платформаның бірі ол WordWall платформасы. Бұл платформаның тиімді тұстары өте көп. Біз бір құрастырған тапсырмамызды 18 түрлі үлгіде көрсете аламыз. Ол баланың жас ерекшелігіне байланысты викториналық сұрақ, кроссворд, анаграммалық түрде көрсетуге болады, немесе ойын түрінде, самолет түрінде көрсетуге болады, және әуе шарын жару арқылы балаларды ойнатып отырып тапсырманы орындауымызға болады. WordWall платформасында кездейсоқ шеңбер арқылы тапсырма орындау барысы. Стрелкамыз кімге келіп түседі, сол оқушы сол сұраққа жауап береді. Қазір көреміз. Диляраға келді. Ал. 5-тен 2 жай бөлшегінің мағынасын түсінді. Бұның мағынасы ол 5 бөлшектің 2 бөлігін білдіреді. Дұрыс, жарайсың. Ал келесі Диляраның алып тастайық. Келесі сұрақ кімге түседі? Сабина, жауап бере ғой. 15-тен 2 жай бөлігін оқы. Бұл қандай бөлшек? Жай бөлшек. 15-тен 2 бөлшек. Отырады. Келесі сұрақ. Ал Бекболат. Жай бөлшектер қалай жазылады? Жай бөлшектер ұзын сызғыш арқылы жазылады. Бөлшек сызығы дейміз, бөлшек сызығы арқылы жазылады. Жақсы. Айсараға келіп түсті. Ал. Мына бөлшекті оқы дейді. Бұл қандай бөлшек? 100-ден 49. Дұрыс айтасың, 100-ден 49. Шеңбер айналғаннан кейін оқушымен жауап берілген сұрақ келесі айналымнан автоматты түрде алынып тасталынады. Мен өзімнің құрастырған тапсырмаларымның біреуімен таныстырайын. Бұл бізде топтастыру үлгісі бойынша құрастырылған. Оны бірнеше түрлі үлгіде беруге болады. Енді біз самолет ойынымен көрейік. Бұл ойын түрінде беру баланың сабаққа деген қызығушылығын арттырады. Мұнда тапсырма берілген 11-ден 7. Бұның бұрыс бөлшек, немесе дұрыс бөлшек па, немесе аралас сан ба, соны көрсетуіміз керек. Дұрыс жауабына самолетті апарамыз. Бұл тапсырманың ойын түрін біз әуе шарларын жару ойыны арқылы көрейік. Бұл жерде тапсырма сандар әуе шарларында көрсетіледі. Және келе жатқан пойызда аралас сан, дұрыс бөлшек, бұрыс бөлшек жазылып тұрады. Сол пойызға дұрыс түсіруіміз керек. Яғни бізде бұрыс бөлшек, бірінші шар, бұрыс бөлшек. Дұрыс түсірді. Балалардың тапсырманы орындаудың дұрыстығына және уақытқа байланысты бізге балл беріледі. Бұл балалардың ептілікке, жылдамдыққа және уақытты тиімді пайдалануға үйретеді. Бірінші топтың тапсырмасының жауабын тексерейік. Тапсырмасын. Біздің тапсырмамыздың жауабы аралас сан бүтін бөлігі бар бөлшек болып шықты. Дұрыс жауап берді. Келесі тиімді платформалардың бірі
Learns платформасы. Тапсырма орындау барысында оқушылардың проблемаларды шешу дағдысы дамиды. Балалар, бізде бұл не? Құпия бөлме. Иә, әдеттегідей біз құпия бөлмеге қамалып қалдық. Иә, бұнда бірнеше тапсырмалар жасырылған. Сендер сол тапсырманы іздейсіңдер және не істейміз? Иә, есікті ашамыз. Иә? Ал қане бастаймыз. Мен сендерге ссылкасын жіберемін. Сол ссылка арқылы тапсырманы орындаймыз. Тапсырманы қайда жасырғанымызды табайық. Ал балалар тапсырма қайда екенін таптық па? Иә. Онда көрсетейік, әр топтан бір баладан шығып, 3 тапсырма бар, иә, бізде жасырған. Сол тапсырманы табайық. Ал бірінші топтан шығуға. Телевизорды қостық, иә? Телевизордан екінші тапсырма табылды. Екінші тапсырманы екінші топ орындайды. Үшінші тапсырма. Бізде шәугім бос, оны сумен толтырамыз. Бұл арқылы екінші тапсырманы таптық, иә? Әр топ өздерінің тапқан тапсырмаларын орындап, нәтижесіне жету арқылы кілт сөзді табады. Ал балалар, біз құпия сөзді таптық, солай ғой, е? Онда Манас есікті ашсын қазір. Есіктің артында бізде не күтіп тұр екен? Сабақта стратегияларды дұрыс пайдалану тиімді оқу мен оқытудың нәтижелі етеді. Мұғалімнің дұрыс кері байланыс беруіне және оқушылардың өз жұмысына рефлексия жасауына дағдыландырады.